Бізде кітап дүкендері, кітапханалар өте маңызды нәрселерге толы деген жалпы түсінік бар. Бірақ әдебиет не үшін пайдалы? Неліктен біз сыртта үлкен істер болып жатқанда роман немесе өлең оқуға уақытымызды жұмсауымыз керек? Әдебиет бізге қандай пайда әкелетіні туралы ойланып көрейік. Бұл сіздің уақытыңызды үнемдейді. Әрине, бұл бос уақыт өткізу сияқты. Бірақ ақырында әдебиет уақытты үнемдейтін бірегей құрал. Өйткені ол бізге тікелей сезінуге қаншама жылдар қажет болатын көптеген эмоциялар мен оқиғаларға қол жеткізуге мүмкіндік береді. Әдебиет бұл ең үлкен шын өмір симуляторы. Ол сіздің куә болуыңыз мүмкін шексіз көп жағдайларды бастан өткізуіңізге мүмкіндік беретін құрал. Ол сізге ажырасудың, немесе біреуді өлтіріп өкінудің, немесе жұмысыңызды тастап айдалаға кетудің, немесе ел басқару кезінде қорқынышты қателік жасаудың не екенін қауіпсіз тұрғыдан көруге мүмкіндік береді. Ол уақытты тездету арқылы балалық шақтан кәрілікке дейінгі өмірді көрсетеді. Ол сізге зәулім сарайдың және сансыз жатын бөлмелердің кілттерін береді. Осылайша сіз өз өміріңізді басқалардың өміріне қатысты бағалай аласыз. Ол сізді ғажайып адамдармен таныстырады. Рим генералы, 11 ғасырдың француз ханшайымы, жаңа ғана қарым-қатынасқа кіріскен орыстың жоғарғы тап өкілі. Әдебиет сізді надандықтан емдейді және ешбір шығынсыз бізді әлем азаматтарына айналдырады. Әдебиет сіздің мінезіңізді жұмсартады. Ол бізге заттардың басқа біреудің көзқарасы бойынша қалай көрінетінін көрсететін қарапайым сиқырды орындайды. Бұл біз ойлана бермейтін әрекеттеріміздің басқалар үшін салдарын қарастыруға мүмкіндік береді. Және бізге мейірімді, жомарт, жанашыр адамдардың үлгілерін көрсетеді. Әдебиет әдетте ақша мен билікті марапаттайтын басым құндылықтар жүйесіне қарсы тұрады. Жазушылар керісінше бізді аса маңызды, бірақ ақша қуалап кеткен арсыз әлемде жарыққа шыға алмайтын идеялар мен сезімдерге жанашыр етеді. Әдебиет жалғыздыққа ем. Біз шектен тыс оғашпыз. Көп жағдайда ойымызда не бар екен айта алмаймыз. Бірақ кітаптардан біз шын мәнінде кім екенімізді және оқиғалардың іс жүзінде қандай екен ауызекі тілден ерекше шынайылықпен сипатталған түрін табамыз. Үздік кітаптарда жазушы бізді өзімізден де жақсы білетін сияқты. Олар біздің ішіміздегі нәзік, оғаш, ерекше сезімдерді сипаттайтын сөздерді табады. Жаздың таң нұры, отырыстардағы қобалжу, алғашқы сүйісу сезімі, жолдасымыздың жаңа кәсібін көре алмау, пойыздағы сөйлесуге батылымыз бармайтын адамның бейнесіне қарап мұңаю. Жазушылар біздің жүрегіміз бен санамызды ашады және сенімдірек, сонымен қатар паранойя мен қудалаусыз саяхаттайтын карта береді. Жазушы Эмерсон айтқандай, ұлы жазушылардың шығармаларында біз өзіміздің елеусіз ойларымызды табамыз. Әдебиет достықтың үстірттігі мен ымырашылдығын түзететін құрал. Кітаптар әрқашан қолымызда, әрқашан бос. Бізге заттардың шын мәнінде қандай екендігін туралы ашық есеп беретін біздің шынайы достарымыз. Ол сізді сәтсіздікке дайындайды. Біздің өміріміздегі ең үлкен қорқыныштарымыздың бірі сәтсіздікке ұшырау, шатасу, таблоидтер айтқандай жеңілген болу. Күн сайын бақ бізге сәтсіздік оқиғаларын айтады. Бір қызығы, көптеген шығармалар да сәтсіздікке байланысты. Қалай болғанда да көптеген романдар, пьесалар мен поэмалар қиын жағдайға тап болған адамдар туралы, өзгелерге опасыздық танытқан, серіктесінің көңілін қалдырған, немесе қарызға батып қаза болғандар туралы. Медиа түймедейді түйедей етереді. Бірақ ұлы кітаптар медиа сияқты қатал немесе ат үсті үкім шығармайды. Олар кейіпкерге деген аяушылық пен өз өмірімізді жоюға қаншалықты жақын екендігіміздің жаңа сезіміне негізделген өзіміз үшін қорқынышты тудырады. Бірақ егер әдебиет мұның барлығына қауқарлы болса, біз оған қазіргіден сәл басқаша қарауымыз керек болуы мүмкін. Біз оны көңіл аулау, ойын-сауық, жағажайға арналған нәрсе ретінде қарастырамыз. Бірақ оның пайдасы одан да көп. Бұл шын мәнінде кең мағынадағы терапия. Біз оны дәрігерлер өз дәрі-дәрмектерін қалай қолданса, солай қолдануымыз керек, яғни әр аурудың өз шипасы болуы тиіс. Әдебиет беделінің бірде-бір себебі. Ол бізге аз да болса даналықпен, жақсылықпен немесе ақылмен өмір сүруге көмектесетін құрал.